Үш аю ертегі. Ертеде қалың тоғай ішіндегі үлкен бір үңгірде үш аю тұрыпты. Олар түнімен тоғайды аралап, күн ысыған кезде үңгірге кіріп жатады екен. Ең ірісі және мықтысы ақтөс аю болыпты. Қазандай тасты допша домалатып ойнайды екен. Күштілігіне мақтанып, кішкене аңдарға маза бермепті. Бір күні түлкі мен қасқырды ұстап алып, әлімжеттік көрсетіпті. Сонда қасындағы екі аю: "Қойсаңшы, әлсіздерге күш көрсеткенің жақсы әдет емес", дейді. Сонда ақтөс аю: "Олар мені сыйлап жүремін дейсі ғана босатамын", деп кекетіп қыса түседі. Жандары қиналған түлкі мен қасқыр: "Ағатай, жіберіңізші, сыйлап жүретін боламыз", деп өтінеді. Аю оларды жіберіп, өзінің бұл іс-әрекетіне әбден риза болған күйі тоғайды жалғыз аралауға кетеді. Кешке таяу алдынан бір топ қасқыр шығып, таламақшы болады. Зәресі ұшқан аю әрең қашып құтылады. Алдынан түлкі шығып, жағдай сұрап жаны ашқандай болып: "Былай жүріңіз", деп жол көрсетеді. Оған сенген аю түлкінің соңынан ерем деп, балшыққа күмп етіп құлап түседі. Сонда түлкі: "Сен ана жолы маған жазықсыз жәбір көрсетіп едің, сол үшін сазайыңды тартқыздым", деп кетіп қалады. Өз ісіне ұялған ақтөс аю басын төмен салбыратып, үңгірге келіп, достарынан кешірім сұрайды. Сөйтіп, ақтөс аю күшті бола әлсіздерге әлімжеттік жасау дұрыс емес екенін түсінген екен.